Баршаңызға сәлем достар. Ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесімен шын жүректен баршаңызды құттықтаймын. Осы мерекеге орай өзімнің Наурыз көже рецептімен бөліскім келеді. Видеоны соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Етімізді алып, қазанымызға суымызды, тұзымызды салып, етімізді жақсылап қайнатамыз. Көпіршіктер шыққан кезде алып тастаймыз. Сорпамыз мөлдір болу үшін сорпамызды жақсылап сүзіп аламыз. Осылай етімізді 2 сағат көлемінде қайнатамыз. Енді бізге қажеті жүгері, арпа, бидай және гречка қажет болады. Айран. Ыстық су құйып, бұқтыртып қойып қоямыз. Енді піскен етімізді осылай сүзіп аламыз сорпадан. Енді сорпамызға жүгерімізді саламыз. Арпамызды саламыз. Барлығын осылай салып шығамыз. Барлығын жақсылап салып болғаннан кейін араластырамыз. Шамамен 2,5 сағаттай қайнауы қажет. Жарылып осындай барлығы жақсылап ішіндегі дәндер пісуі қажет. Енді етімізді майдалап тураймыз. Туралған етімізді сорпамыздың бетіне саламыз. Жақсылап араластырып, тағы да қайнатамыз. Мінекей дайын болды. Дайын болған көжеміздің бетіне қатық немесе айранды құйып, жақсылап араластырамыз. Өте дәмді болып шығады. Осы міндетті түрде осы рецептпен дайындап көрсеңіздер болады достар. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Жанар. Барлықтарыңызға ас болсын.